Қолымдағы қатып қалған салқын тоқашты вагон есігінің жанындағы қоқыс жәшігіне тастап, бұрылып кете бергенімде, көз алдымда аяқ астынан бір түрлі жазулар пайда болды. Құдай-ай, бас кейіпкер қоқыс жәшігінен тоқаш алып жеп жатыр. Жалт бұрылып қарасам, жүзі қуарып, қатты жүдеп кеткен жасөспірім мен лақтырған тоқашты қоқыс жәшігінен алып жатыр екен. Ол мені көріп бірден аптырап қалды. Кешіріңіз, мен оны сізге керек емес шығар деп ойладым. Мен тез барып оның қолындағы тоқашты жұлып алып, қайтадан қоқысқа тастадым. Сол сәтте әлгі жұмбақ жазулар тағы да пайда болды. Мынаны қараңдар, неткен қатыгез қыз, қоқысқа тастаған тамағында басқаға да жегізбейді екен. Бала ұялғаннан басын төмен түсірді. Кешіріңіз. Қоқыс жәшігіндегі тамақты жеуге болмайды. Жүр мен саған кеспе алып беремін. Тұтай қарағанда ол бірінші курс емес, 10-шы сыныптың оқушысы сияқты. Жоқ, әуре болмаңыз. Ештеңе етпейді, бұл біздің отбасылық кеспе дүкеніміз. Саған тегін береміз. Қане жүр. Мен оны еріксіз өзіме мотоциклге отырғызып, ата-анамның кеспеханасына алып келдім. Экрандағы пікірлер тағы да шыға бастады. Алдындағы сөзімді қайтып аламын. Бұл қыз өте мейірімді екен. Бірақ оқиға бұлай болмауы керек еді ғой. Ертең бас кейіпкер осы қызға ғашық болып қалса ше? Жоқ, болмайды. Оның тағдыры басқа қызбен байланысты. Жол бойы оның аты жөнін және қай сыныпта оқитынын сұрадым. Расында да ол 10-шы сынып оқушысы екен. Аты Цзян Чжэнь. Келетін жерге жеткен соң ол ішке кіруге батпай, есік алдында тұрып қалды. Мен оны білегінен ұстап ішке кіргіздім. Анашым, мен келдім. Ол кезде дүкенде ешкім жоқ болатын. Әкем мен анам телефон қарап отырған. Екеуі де басын көтеріп, менің қасымдағы жігітті көргенде таңырқап қалды. Олардың неге таңғалғанын жақсы түсіндім. Өйткені бұған дейін мен үйге тек қыз құрбыларымды ғана ертіп келгенмін. Ал жігітті алғаш рет алып келіп тұрмын. Бірақ олар тез-ақ күлімсіреп қарсы алды. Кел балам, отыр. Қандай кеспе жегің келеді? Тауық, сиыр еті, қабырға еті немесе ішек қосылған кеспе бар. Рахмет ағай, апай, мен ет жемеймін. Қарапайым кеспе болса жеткілікті. Экрандағы пікірлер тағы да шыға бастады. Ол етті жақсы көрмегендіктен емес, қожайындарға артық шығын келтіргісі келмейді. Бас кейіпкер шынымен өте жақсы бала, тек тағдыры ауыр. Анашым, бір үлкен сиыр еті қосылған кеспе беріңізші. Жарайды қызым, бері келші, көмектес. Екеуміз ас үйге кірдік. Әкем сыртта Цзян Чжэньмен сөйлесіп қалды. Газды жағып жатып, анам қабағын түйіп сұрады. Бұл баламен қандай қарым-қатынасың бар? Ешқандай, жарты сағат бұрын ғана таныстым. Танымайтын адамды үйге неге ертіп келдің? Бір табақ кеспеге мұқтаж емес шығар? Анашым, ол мен қоқысқа тастаған, қатып қалған тоқашты алып жеп жатқан еді. Біраздан кейін маңдайымнан жеңіл ғана ауырып. Тамақты рәсуа еткенің үшін осы саған. Өте көп алып қойдым, жеп бітіре алмадым. Үйге алып барсам өзіңіз ұрсасыз деп ойладым, сондықтан лақтырып жібердім. Бұдан былай жейтін мөлшеріңді ғана ал, тамақты ешқашан ысырап етпе. Жарайды. Цзян Чжэнь тоймай қалама деп уайымдаған анам 3 емес 5 порциядан кеспе қайнатып, үстіне қалған барлық сиыр етін салып берді. Анашым, бұл көп емес пе? Өсіп келе жатқан жігіттердің тәбеті үшін болады. Әкем үлкен тостаған кеспені оның алдына қойған кезде Цзян Чжэньнің жүзі таңданысқа толды. Апай, бұл тым көп қой. Ештеңе етпейді, ыстық кезінде жей ғой. Экрандағы пікірлер тағы да жалғасты. Бұл отбасының бәрі қандай мейірімді, енді бас кейіпкер аш жүрмейтін болды. Оған кепіл жоқ. Бір рет көмектесу мәңгі көмектеседі деген сөз емес. Оның өзі жақсы. Бұрынғы өгей әкесі жаңа отбасын құрғаннан кейін оны мүлде қараусыз қалдырған еді. Цзян Чжэнь кеспені жайлап жеп отырып, бірақ көзінен тоқтаусыз жас ағып, тостағанға тамып жатты. Бұл көріністі көріп мен де, әкем де, анам да қатты толқып, көзімізді басқа жаққа бұрып әкеттік. Анам мені ас үйге ертіп, бұл баланың үйінде не болып жатыр? Экрандағы жазуларда көп мәлімет бермеген еді. Мен де жаңа ғана танысқандықтан анасын білмеймін. Қайта тұрмысқа шыққан сияқты, ал әкесі қайтыс болған болуы мүмкін. Неткен адамдар, бірақ өзгенің отбасына араласа алмаймыз. Олай істейік. Ертеңнен бастап таңертең оған үйден тамақ апарасын, түсте асханадан бірге тамақтанарсыңдар, ал кешке дүкенге келіп, кешкі асын ішсін. Кедей оқушыға көмектескеніміз болсын. Мен қуана басым дедім. Жарайды. Шынында да анам дұрыс айтқан екен. Цзян Чжэньнің тәбеті жақсы болып шықты. Әлгі үлкен тостаған кеспені түгел жеп қойды. Анам біреу өзінің жасаған тамағын сүйсініп жесе қатты қуанады. Балам, кеспе дәмді болды ма? Өте дәмді болды. Онда күнде келіп тұр. Ақшаңды алмаймын. Онда былай етейік. Кешке дүкенге келіп аздап көмектесесің, ал мен саған кеспе дайындап беремін. Келістік пе? Рахмет, апай.
Тамақтан кейін дүкен жабылатын уақыт болды. Сәншен бәрімізден бұрын іске кірісіп, үстелдерді жинап, еденді тазалап, аз уақыттың ішінде бүкіл жұмысты бітіріп шықты. Содан кейін әкем оны үйге жеткізіп салуды ұсынды. Алғашында ол келіспеді, бірақ әкемнің айтқанынан аса алмай, амалсыз келісті. Алайда бір сағаттан кейін әкем оны қайтадан ертіп келді. Қолында ескі дорбасы бар екен. Мен де анам да таңырқап қалдық. Не болғанын түсінбесек те, оны ішке қарай шақырдық. Әкем бір жұтым су ішіп алып ауыр күрсінді. Баланы оқудан шығарып жұмысқа жегу үшін туыстары оны үйінен қуып жіберіпті. Соңғы 2 ай бойы қоғамдық дәретхананың жанында жалғыз тұрып келген. Күн көрісі қоқыстан тапқан заттар. Әкемнің айтқанын естіген соң анам есін жиып, Цзяншеннің қолынан ұстап көзінен жас алды. Егер қарсы болмасаң, бізбен бірге тұр. Үйде бос бөлме бар. Өзіңді бізге қарыздар сезінбе. Ертең гері жетіп жақсы адам болғанда қайтарғың келсе сол кезде қайтарасың. Цзяншен басын төмен түсіріп көзіне жас алып. Рахмет сіздерге. Әй, мұның несі рахмет, бұл түк емес. Бұдан былай ініңді ренжітуші болмай, естідің бе? Мен оны неге ренжітейін? Онсыз да өмірден көп қиындық көрген бала ғой. Анам бөлмені тез жинастырып берді. Цзяншеннің 2 мектеп формасынан басқа дұрыс киімі жоқ екенін көргенде тағы да көзіне жас келді. Бірақ жұбатқан сайын анам одан сайын жылап, оның туған анасын, ондай адам ана болуға лайық емес деп сөге берді. Ақыры әкем анамды бөлмеге алып кетті. Мен есік алдында тұрып, анамның жүрегі өте жұмсақ, басқаның қайғысын өзінікіндей қабылдайды. Үйреніп кетерсің. Жуынып алып ертерек ұйықта. Мен таңертең 6:40-та мектепке шығамын. Айтпақшы, енді мені әпке деп шақырасың. Цзяншен ұялған күйі басын изеді. Қане бір айтып көрші. Ол ернін тістеп ұялғаннан бәсен дауыспен. Әпке. Жарайсың інім, қайырлы түн. Қайырлы түн, әпке. Экрандағы пікірлер тағы да көрінді. Осындай жақсы адамдардың жақсылығы өздеріне қайтсын. Тек бас кейіпкердің тез өсуі үшін мына отбасының басына бәле түспесе болды. Әйтпесе сериалды көрмей қоямын. Ондай болмайтын шығар. Келесі күні таңертең тұрсам, Цзяншен ас үйде анаммен таңғы ас дайындауға көмектесіп жүр екен. Мен еш қысылмай дайын асқа отырдым. Ол менен 3 есе көп тамақ жеді. Мұны көріп аузым ашылып қалды. Анам маған қарап, көрдің бе, нағыз тамақ жейтін адам осылай жейді. Мен бірден қарсы шықтым. Ол қазір өсіп жатқан жасөспірім ғой, әрине көп жейді. Сен де сондай жаста болдың, бірақ ешқашан бұлай жемегенсің. Әкем күліп, бұлар күнде осындай, көңіл бөлме. Цзяншен ұялып жымиып қойды. Экрандағы пікірлерде, мына отбасының атмосферасы қандай керемет. Әке шешесі де қызы да достар сияқты араласады. Осындай мейірімді орта оның жан жарасын біртіндеп емдейді деп үміттенеміз. Балалық шақтағы жараны жазу өте қиын, бірақ осындай отбасы кездескені де үлкен бақ. Таңғы астан кейін мен электрлі мопедіме Цзяншенді отырғызып, мектепке бірге бардық. Түсте анамның тапсырмасы бойынша оның асхана картасына 500 юан салып жібердім. Содан кейін оны асханаға ертіп барып, тамақ алып бердім. Оның мектеп асханасында бұрын ешқашан тамақ ішпегені анық еді. Анам міндетті түрде оны тойғанша жесін деген болатын. Сондықтан өзімнің мөлшерімнен 3 есе көп тамақ алдым. Тәрелкесі кішкентай таудай болып үйіліп қалды. Экрандағы пікірлер. Әпкесі оған нағыз анадай қамқор болып жүр, қандай сүйкімді. Өсіп келе жатқан жігіттің тәбеті күшті болады. Оның үстіне бұрын дұрыс тамақтанбаған. Мен бас кейіпкерді осы әпкемен жұптастырғым келеді. Жоқ, мен басты қызды қолдаймын. Әпкесі жақсы болғанмен басқа қызбен қалу керек. Мен іштей күліп, уайымдамаңдар, менің оған ешқандай сезімім жоқ. Тек әпке ретінде қамқор болып жүремін. Оның үстіне менің өзімнің ұнататын адамым бар. Ұбыты біткен соң оған сезімімді айтамын. Экрандағы адамдарды тыныштандыру үшін бұл туралы әдейі Цзяншеннің көзінше айттым. Ешкімге айтпа, жарай ма? Содан кейін экрандағы пікірлер бұл тақырыпты қозғамайтын болды. Әкем мен анам Цзяншенге туған ұлдарындай қарады. Кейде тіпті маған қарағанда оған көбірек көңіл бөлетіндей көрініп, қызғанып кеткенмін. Бірақ дәл сондай сәтте Цзяншен жаныма келіп, әпке деп сондай тәтті дауыспен шақыратын. Сол кезде барлық ренішім әп сәтте жоғалып кететін. Қалай болғанда да мен де осы ақылды тәрбиелі інімді жақсы көріп кеттім. Көзді ашып жұмғанша 4 ай өтіп, қысқы демалыста келді. Бұрын менен де аласа болған Цзяншен менен биік болып өсіп кеткен. Бірақ бойы қанша өссе де бәрібір маған әпке деп айтатын. Ұлттық емтихан жақындағандықтан анам мені енді кешкісін дүкенге жұмысқа жібермейтін болды. Ал Цзяншен күн сайын әкем мен анама көмектесу үшін дүкенге бірге баратын.
Анам бармай-ақ қой, сабағыңа дайындал десе де ол сабақтан еш кедергі болмайды. Уайымдамаңыз деп бәрібір көмектесуге баратын еді. Бұл мәселеде әкем мен анам да Цяншенге тосқауыл бола алмады. Ол көмектескісі келген соң амалсыз өз еркіне жіберді. Ай күнтізбесі бойынша 12 айдың 26-сы Цяншеннің туған күні еді. Сол күні әкем мен анам дүкенді түскі 3-те жауып, үйге мерекелік дастарханға азық-түлік алып қойды. Сендер қарсы беттегі дүкеннен тортты алып келіңдер. Екеуміз кондитер дүкенінен шығып келе жатқанда алдымыздан қасында 2 баласы бар толық денелі орта жастағы әйел шықты. Әйелдің денесі ірі болатын. Қасындағы ұлы мен қызы да өзіне тартқан толық балалар еді. Цяншен әлгі әйелді көрген сәтте өңі қашып кетті. Ол білегімнен ұстап тезірек кетуге тырысты, бірақ әлгі әйел артымыздан жүгіріп келіп, оның қолындағы тортты жұлып алды. Әй оңбаған, үйден қашып кеткенің аздай, бір хабар бермейсің. Сені қанша жыл асырадым. Ақша тапсаң, туған анаңа емес, бөтен бір әйелді асырап жүрсің бе? Ол мені саусағымен көрсетіп, менің ұлым әлі кәмелетке толмаған. Оның ақшасын дереу қайтар. Әйтпесе кәмелетке толмаған баланы алдап ақша алғандарың үшін сотқа беремін. Экрандағы пікірлер бірден жарыла кетті. Не деген сұмдық ана? Мына қыз өзімшіл арсыз әйел екен. Байғұс бас кейіпкер. Анашым, мен әлі оқушымын. Бұл менің ақшам емес. Мен ақмақ деп тұрсың ба, ақшаны қайтарсың? Әйел торттың қорабын жібермей ұстап тұрғанын көріп, мен Цяншенге тортты бере сал, мұндай адамдармен дауласып пайда жоқ, кейін жаңасын сатып аламыз. Ол тортты анасына ұстатты, бірақ анасы мұнымен тоқтамады. Тортты қызына беріп, ақшаны қайтармайынша еш қайда кетпейсің. Ұлым, ана қызды ұстап ал. Кішкентай ұл маған қарай жүгірді. Сол сәтте Цяншен анасының қолын қатты итеріп жіберіп, інісіне шетке сырып, менің қолымнан ұстап алып қаша жөнелді. Екеуміз біраз жерге дейін тоқтамай жүгірдік. Артымызша ізімізді жасыру үшін айналма жолмен үйге қайттық. Үйге келген соң болған жағдайдың бәрін әкем мен анам айтып бердік. Екеуі де таңғалып қалды. Осындайда не болады екен-ау? Әкем де басын шайқап, мынау енді барып тұрған сұмдық екен. Әке, апа, мен басқа жаққа көшіп кетейін. Ол басын төмен салбырап отырып, бүкіл болмысынан шарасыздық сезіліп тұрды. Біз бірнеше ай бойы әрең дегенде қайтадан күліп, өмірге сеніммен қарай бастаған баланы туған анасы бірнеше минуттың ішінде бұрынғы күйіне қайта түсіріп жіберді. Ешқайда кетпейсің, сен осында тыныш тұра бер. Егер анаң тағы келсе, оны қалай тоқтататынымызды білеміз. Дәл солай, сен ештеңе ойлама, қалғанын біз шешеміз. Дегенмен жағдай оңай емес еді. Цяншен небәрі 17 жаста болатын. Заң бойынша анасы оның ресми қамқоршысы еді. Экрандағы пікірлерде уайымдап жатты. Цяншен оның туған баласы емес шығар. Анасы мен 2 баласы толық денелі, ал Цяншен арық әрі ұзын, ұқсамайды. Расында да солай болуы мүмкін. Бірақ анасы ДНК сараптамасына ешқашан келіспейді. Сол күннен кейін Цяншен қайтадан тұйықталып кетті. Сырттай күліп жүргенімен оның шын көңіл күйі мүлде басқа екенін бәріміз байқап жүрдік. Жаңа жылдан кейінгі 8-ші күні оның анасы тағы да дүкенге келді. Бұл жолы қасында журналист ертіп алыпты. Дүкеннің алдында айғайлап: кәмелетке толмаған баланы заңсыз жұмыс істетіп жатыр. Ұлымды қайтарыңдар. Үстіне тағы 300 000 юань өтемақы төлеңдер. Көп ұзамай дүкен алдына адамдар жиналып қалды. Әкем мен анам сабыр сақтады. Ал Цяншен біраз қарап тұрды да кенет ас үйге қарай кіріп кетті. Мен оның біртүрлі болып тұрғанын сезіп соңынан ердім. Қарасам ол пышақ алып сыртқа шықпақ болып тұр екен. Мен көрген бойда қатып қалдым. Көзімдегі ашу әп-сәтте үрейге айналды. Әпке, мен үндемей оның қолындағы пышақты алып орнына қойдым. Ақмақтық жасама. Әкең мен анаңа сен. Оның көзіне жас келді. Мен жай ғана қатты ашуландым. Маған тыныштық бермесе де жарайды. Бірақ неге біздің дүкенге келіп бүлік шығарады? Мен оны қалай жұбатарымды білмедім. Уайымдама, олар бәрін шешеді. Бірте-бірте ол сабасына түсті. Сол кезде экрандағы пікірлер тағы да оның туған баласы емес болуы мүмкін екенін айта бастады. Кенет ойыма бір жоспар келді. Бүгін ДНК-ға үлгі алуға жақсы мүмкіндік қой. Сыртқа шыққан соң мен әдейі оның анасымен бірнеше сөзбен ашуландырдым. Күткендей-ақ ол маған тап берді. Цяншен алдыма түсіп қорғай бастады, ал мен жалтарып жүріп, оның шашынан бірнеше тал жұлып алдым. Ол ауырсынған сайын одан сайын ашуланып мен ұрмақ болды, бірақ бәрін Цяншен тоқтатты. Дәл сол кезде полиция қызметкерлері келіп жетті. Әйел бірден жүгіріп барып, өзін жәбірленуші етіп көрсетуге тырысты, бірақ полиция қызметкерлері қатқыл дауыспен: жетер енді, өз ұлыңды оқытпай үйден қуып жібердіңіз.
2-3 ай бойы қоғамдық дәретхананың жанында тұрып қоқыстан тамақ теріп күн көрді. Ал Лин мырзаның отбасы оны үйіне алып барып тамақ беріп киіндіріп қайтадан мектепке жіберді. Ал сіз болсаңыз жақсылыққа жамандыққа жауап беріп жүрсіз. Өтірік, мен ешқашан ұлымды үйден қуған жоқпын. Оқуға да қарсы болған емеспін. Шындықты өзіңіз жақсы білесіз. Ол кезде біз сізге де, күйеуіңізге де телефон соққанбыз. Екеуіңізде баланы оқытуға ақшамыз жоқ, өзі жұмыс істеп күнін көрсін дегенсіздер. Сол әңгімелердің аудио жазбасы бізде сақтаулы. Қазір халықтың алдында қосып берейік пе? Шын мәнінде әкем Цяншен дүниеге келгенімен, ертеңінде оның тұрғылықты жеріндегі әкімшілікке барып, қызметкерлер арқылы анасы мен өгей әкесінің хабарластырған екен. Баланы үйлеріңізге алып кетсеңіздер деп бірнеше рет ұсыныстар жасаған, бірақ екеуі де үзілді-кесілді бас тартқан. Әкімдік қызметкерлермен бірге полиция бөліміне барып, ресми түрде көмек сұраған. Полицияда олармен сөйлескенмен, анасы мен өгей әкесі де тағы да жауапкершіліктен қашқан. Сонда әкем: онда баланы біз асырап аламыз. Бірақ кейін келіп мазаласа, сіздер бізді қорғайсыздар. Полиция бұған бірден келісті, өйткені олардың өзі де әлгі қисынсыз адамдармен қайта-қайта дауласа бергісі келмеген. Жиналған жұрт мұның бәрін естігенде әлгі әйелді жерден алып жерге сала бастады. Әйелдің айтар уәжі қалмады. Ақыр ұяттан басы төмен салбырап қашып кетті. Полицей халықтың көзінше әкем мен анама алғыс айтып, осындай мейірімді адамдардың арқасында бұл бала қалыпты өмірге қайта оралады деді. Жақсы боқы, саған қол ұшын созған адамдардың үмітін ақта. Полиция кетіп болған соң жиналған жұрттың көбі тарады, бірақ біраз дүкенге кіріп, тамақ ішіп отырып, әкем мен анамның Цяншенге жасаған жақсылығын жарыса мақтады. Сол күні оқиғаны біреулер видеоға түсіріп интернетке жүктепті, бірнешеуі тіпті трендке шығып кеткен. Бұл оқиғада кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екені анық болғандықтан интернеттегі пікір түгелдей біздің жаққа шықты. Сол күні кешке жасырын түрде Цяншен мен оның асырап алған анасының шаш үлгілерін ауруханаға барып ДНК сараптамасына тапсырдым. Қорытынды бір аптадан кейін шықты. Экрандағы пікірлер дұрыс болып шыққан екен. Цяншен шынымен де оның туған баласы емес екен. Сол кеште мен бұл жаңалықты Цяншенге және ата-анама айттым. Ол бір сәтте қатып қалды да кейін үнсіз еңіреп жылады. Экрандағы пікірлер тағы да жанданып кетті. Бас кейіпкер қуаныштан жылап жатыр. Енді оны туған анасы қорлаған жоқ деген сөз. Әпкесі қандай керемет адам. Енді әпкесі емес, бас кейіпкерді жұптастырғым келіп тұр. Жоқ, болмайды, бас кейіпкердің өз тағдыры бар. Оның үстіне әпкесі де өзіне де ұнайтын адамы бар. Бұлардың бауырлық қарым-қатынасының өзі өте әсерлі. Анам да көзінен жас алып, мен де солай шығар деп ойлағанмын. Туған ана ешқашан баласына бұлай қарамайды ғой. Ертең полицияға барып бәрін айтамыз. Заң жүзінде бұл қатынасты тоқтатамыз. Содан кейін ол әйел саған ештеңе істей алмайды. Сосын туған ата-анаңды да істеу керек. Апа, мен оларды іздегім келмейді. Неге? Өйткені туған анам да мені жақсы көреді деген кепілдік жоқ. Анам үндемей қалды. Келесі сәтте құшағына қысып: бала, мен сені жақсы көремін. Егер қарсы болмасаң, бұдан былай мен сенің анаң болайын. Ал мен сенің әкең боламын. Болашақта қызымда не болса, соның бәрі сенде болады. Онда мен сенің туған әпкеңмін. Цяншен алдымен анама, сосын әкеме, кейін маған қарады. Кенет жылағанын қойып күліп жіберді. Оған қарап біз де күле бастадық. Төртеуміздің күлкіміз үйді жаңғыртып жіберді. Келесі күні полиция оны асырап алған анасын бөлімшеге шақырды. Қайтадан ресми ДНК сараптамасы жасалды. Бұл жолы нәтижені жедел шығарып, 3 сағаттың ішінде қорытынды дайын болды. Темірдей дәлелді көргеннен кейін әйелдің де шыдамы таусылып, бәрін мойындады. Белгілі болғаны, ол күйеуімен ұзақ жылдар бойы бала сүйе алмаған екен. Бір күні күйеуі басқа жақтан жұмыс істеп келіп, жаңа туған сәбиді үйге алып келген. Бұл баланың анасы студент қыз екен. Өзі асырай алмайтын болған соң бізге сатып жіберді. Бірақ оның күйеуі әлдеқашан қайтыс болғандықтан бұл әңгіменің рас өтірігін дәлелдеу мүмкін емес еді. Қалай болғанда да бала сатып алу заңға қайшы. Сондықтан олардың ана бала ретіндегі заңды байланысы толық жойылды. Полиция Цяншенді құжаттарын жеке өз атына рәсімдеп берді. Әкем мен анам оны ресми түрде асырап алғылары келді. Бірақ Цяншен: мен жақында кәмелет жасқа толамын. Ресми асырап алудың қажеті жоқ. Ата-анам оның шешімін құрметтеп күштемеді. Осы оқиғадан кейін біздің кеспе дүкеніміз интернетке танымал болып кетті. Күн сайын адамдар арнайы келіп тамақ ішіп суретке түсетін болды. Осынша адамды күнде күтемін деп мына кәрі сүйектерім шаршап кетті. Сауданың тым жақсы болуының да өз қиындығы бар екен. Бұл уақытша ғана шығар. Әзірге 2 көмекші жалдайық. Сөйтіп 2 әйелді уақытша жұмыс қалды. Қысқы демалыс аяқталған соң келушілер азайғанымен солардың біразы тұрақты клиентке айналды. Сөйтіп дүкеннің табысы бұрынғыдан да 2 есе артты.
Ал оның асырап алған анасының қаупі жоғалған соң Цзяншен де бұрынғыдай жарқын мінезіне қайта оралды. Арада уақыт өтіп менің ұбытым келді. Емтихан болатын 2 күнде анам Қытай дәстүрлі көйлегін киіп алып емтихан орталығының алдына мені күтіп жүрді. Емтиханнан жақсы тапсырдым. Шамамен өзім қалаған беделді университетке түсуге жеткілікті балл жинадым. Соңғы емтиханнан кейін сынып жетекшісі кешкі кездесу ұйымдастырды. Мен ерекше қуанып жүрдім. Өйткені көптен бері ұнатып жүрген сыныптас жігітке сол күні сезімімді айтпақ болдым. Үйге келіп әдемі көйлек киініп жатқанымда ана маған бір конверт ұстатты. Бұл не? Мұны саған Цзяншен беріп кеткен, емтихан біткен соң ғана ашсын деді. Конвертті ашсам, ішінде бір бума сурет жатыр. Бәрінде де әлгі жігіт әртүрлі қыздармен қонақ үйге кіріп шығып жүрген. Жүрегім сол сәтте ақ быт-шыт болды. Бас кейіпкер қандай қамқор, әпкесінің емтиханын бұзбау үшін әдейі күтіп жүрген екен. Маған бір түрлі көрінеді. Жоқ, ол жай ғана әпкесін алаяқ жігіттен қорғады. Мен кездесуге бармадым. Әлгі жігіт болса неге келмедің деп жазды. Мен оған суреттердің біреуін жібердім. Ол содан кейін бірде-бір хабарлама жазған жоқ. Мен де оны барлық жерден бұғаттап тастадым. Сол күні кешке Цзяншен үйге келді. Әпке, кешірші. Неге кешірім сұрайсың? Керісінше саған рахмет айтуым керек. Ол бәрібір опасыз адам екен. Ертерек білгенім жақсы болды. Оның өзінің кінәлі сезінбеу үшін көңілді сөйлеген болатын. Демалыста ойын-сауық саябағына барамыз ба? Ол ұялып басын изеді. Демалыс күні екеуміз саябаққа бардық. Сырттай қарағанда мен оны қыдыртып жүргендеймін, бірақ шын мәнінде барлық жерде маған қамқор болған өзі еді. 20 шақты күннен кейін емтихан нәтижелері шықты. Балым күткендей болды. Мен солтүстіктегі беделді университеттердің біріне түстім. Бір айдай демалып алған соң жаз бойы ата-анама дүкенге көмектестім. Ал Цзяншен менің 11-ші сынып кітаптарымды алып, алдын ала оқи бастады. Жаздың ішінде физика, химия және математиканың толық бағдарламасын оқып қана қоймай, есеп шығарды. Ең таңғаларлығы тесттердің дұрыс жауабы шамамен 90% болды. Нағыз дарынды оқушы екен. Оқу басталғанда әкем, анам және Цзяншен үшеуі мені университетке шығарып салды. Мен басқа қалаға кеткен соң көз алдындағы жұмбақ пікірлер де жоғалып кетті. Бәлкім олардың да белгілі бір қашықтық шегі болған шығар. Көп ұзамай бірнеше жігіт маған сезімін білдірді, бірақ бұрынғы жағдайдан кейін махаббат туралы ойлағым келмеді. Барлығынан сыпайы түрде бас тарттым. Ал Цзяншен үшін Қытай тілі мен ағылшын тілі ең қиын пәндер еді. Күн сайын кешке бейнеқоңырау арқылы менен сұрақ сұрайтын. Мен барынша түсіндіріп беретінмін. Оның жаңа тақырыптарды меңгеру жылдамдығы мені тағы да таңғалдырды. Алғашында 11-ші сыныптың бірінші жартысын сұрайтын, кейін екінші жартысын оқып шықты. Сыныптан аттап өтпекшісің бе деп сұрадым. Иә. Сол сәтте адамдардың қабілеті шынымен әртүрлі болатынын түсіндім. Өзімді ақылды санасам да, оның зергектігі мүлде басқа деңгейде еді. Бір семестр өте шықты. Демалыста үйге қайттым. Вокзалда мені тағы да Цзяншен қарсы алды. Бұл жолы оның бойы тағы өсіп кеткен көрінеді. Менің басым енді оның иегіне де төмен қалыпты. Ол төмен қарап күлімсіреді. Мен қолыммен бойымызды салыстырып көрсеттім. Ол күле түсті. Егер тағы аш жүрсең ұрамын. Батылым жетпейді. Енді сізбен сөйлескенде тізерлеп тұрайын. Әй, қалжың ғой, олай істеудің қажеті жоқ. Экрандағы пікірлер тағы басталды. Екеуінің бой айырмашылығы сондай жарасып тұр. Мен бәрібір осыларды жұп көргім келеді. Мұны көрген соң адамдардың артық ойламасын деп Цзяншенмен әзілдесуді азайттым. Бірақ сабақ сұрағанда бұрынғыдай көмектесуді тоқтатпадым. Қысқы демалыста Цзяншен 12-ші сыныптың бірінші жартысын толық бітірді. Сосын мектепте сыныптан аттап өтуге өтініш бергенін айтты. Барлығы тест нәтижесіне байланысты еді. Цзяншен тесттен өтіп, ресми түрде 12-ші сыныптың үздік сыныбына қабылданыпты. Әкем мен анам ерекше қуанды. Олар үшін Цзяншен тағдырдың өздері күтпеген ең қымбат сыйына айналған еді. Оқу қиындаған сайын ол маған сирек хабарласатын болды. Мен оның үлгерімі туралы көбіне ата-анамнан еститінмін. Алғашқыда сыныптағы орынды орта деңгейден сәл жоғары еді, бірақ әр емтихан сайын жоғарылай берді. Соңғы сынақ емтиханда бүкіл мектеп бойынша 2-ші орын алды. Көп ұзамай тағы да ұлттық емтихан келді. Ата-анам бұрынғыдай 2 күн бойы емтихан орталығының сыртында күтіп жүрді. Нәтиже шыққан күні мен университетте болатынмын. Әкем маған бейнеқоңырау арқылы нәтижесін көрсетіп тұрды. Сайтқа кірудің өзі 1 сағатқа созылды. Ақыры экранда нәтиже құпияланды деген жазу шықты. Бұл тек облыстық бойынша алғашқы
50 оқушыға ғана көрсетілетін белгі еді. Әкем мен анам бір-бірін құшақтап қуаныштан айғайлап жіберді. Мен де шыдай алмай қуанып кеттім. Ал Тяньшен ғана салбырап жымиып тұрды. Көп ұзамай мұғалім хабарласып, ол облыс бойынша 2-ші орын, ал мен мектеп бойынша 1-ші орын алды деді. Сол күні Қытайдың ең беделді 2 университетінің бірі Цинхуа мен Бейжің университетіне шақыру түсті. Цинхуаға барсын. Жоқ, Бейжің университеті жақсы. Ешкімнің сөзіне қарама. Қай университетті өзің қаласан, соны таңда. Қандай шешім қабылдасаң да мен сені қолдаймын. Бірнеше күннен кейін үйге қайттым. Мені тағы да Тяньшен қарсы алды. Бұл жолы бойы бұрынғыдай болғанымен, иығы кеңейіп, денесі шығып, нағыз ересек жігітке айналып қалыпты. Тек бұрынғыдай жылы күлкісі ғана өзгермеген. Әпке, амандасып болған соң метроға отырдық. Сол кезде көптен бері көрмеген экрандағы пікірлер қайтадан пайда болды. Мұндай өзгерілген оқиғаны бірінші рет көріп тұрмын. Басты кейіпкерлердің махаббат желісі мүлде өзгеріп кетті. Ештеңе етпейді, бәрінің соңы жақсы болса болды. Осы сөздерді оқыған сәтте мен таңғалғанымнан аузымды жаба алмай, қасымда отырған Тяньшенге қарап қалдым. Тяньшен маған бұрылып қарады. Жүзі күндей жарқырап, жылы жымиды. әпке, адамның өз ойы болуы керек. Өз тағдырын да өзі таңдау керек. Сонда сен де оларды көресің бе? Ол менің көзіме тіке қарап, жүрегімдегі сезімін жасырмастан айтты. Сіздің кездестіргеннен кейін ғана көре бастадым. Сондықтан менің маңдайыма жазылған адам сізсіз. Мен де экрандағы жұмбақ пікірлерді де оны кездестіргеннен кейін ғана көре бастағанымды есіме түсірдім. Ол сонда Цинхуаға да Бейжің университетіне де түспеген екен. Әдейі мен оқитын университеттің ең мықты қаржы мамандығын таңдаған. Ол мамандықтан өту балы Цинхуа мен Бейжің университеттерінен де кем емес еді. Бірақ мен ең қатты таңғалдырған нәрсе бұл емес болатын. Ең үлкен тосын сый оның әкем мен анамды бізге кездесуге рұқсат беруге көндірген екен. Кейін білдім, әкем мен анам қай университетті таңдайтынын талқылап жатқан кезде Тяньшен тек менің университетіме түскенін ғана айтпаған. Ол маған деген сезімін де ашық мойындаған екен. Алғашында ата-анам бұған қарсы болған, бірақ Тяньшен оларды ақырындап сендіріп шыққан. Оның 3 себебі болған. Біріншісі, біз бір-бірімізді толық білеміз. Сондықтан әпкені біреу алдап кетеді деп қорықпайсыздар. Ал екіншісі, егер біз үйленсек, қайнене мен келін арасындағы түсініспеушілік болмайды. Ол ешқашан жапа шекпейді. Үшіншіден, болашақта тапқан бүкіл мүліктің әпкемнің ата-анасының атына жазып қоямын. Егер бір күні оған опасыздық жасасам, ештеңесіз кетемін. Осы 3 сөзден кейін ата-анамның да айтары қалмаған. Сондықтан келесі күні олар үнсіз қалған екен. Шынын айтсам, менің де Тяньшенге деген көңілім бұрыннан бар еді. Бірақ мен экрандағы пікірлерге сеніп, оның басқа қызбен бірге болуы керек деп ойлайтынмын. Онда менде енді ештеңеден тартынбаймын. Бірнеше жыл өтті. Университеттің бітіру салтанаты болатын. Жүзінен ересектік пен сенімділік байқалатын. Ол үздік түлек ретінде сахнаға шығып, сөз сөйлегенде төменде отырған қыздардың айқайы толастамады. Бірақ мен мүлде қызғанған жоқпын. Өйткені ол сөйлеп тұрған бойы көзін менен бір сәтте алмады. Жұрттың арасынан дәл мені ғана іздеп тұрғандай еді. Сөзін аяқтаған соң ол бірден маған қарай жүгіріп келді. Бүкіл университет үнсіз қалып, экрандағы пікірлердің орнына қызғылт жүректер қалықтап тұрғандай көрінді. Ол менің алдында бір тізерлеп отырып, маған ұсыныс жасамақ болды. Бірақ дәл сол сәтте кенет басын көтеріп, бізден басқа ешкім көрмейтін әлдебір жаққа қарады. Жүзіне жеңіл қуаныш пен қулық аралас күлкі ерілді. Сансыз жұлдызға айналып, аспанға көтеріліп, ауада біртіндеп жоғалып кетті. Оқиға осымен аяқталды. Бірақ біздің шынайы өміріміз дәл сол сәттен бастап енді ғана басталған еді.